Сәлем достар, бүгінгі видеода біз магистратураға тапсыратын кешенді тесттегі жалпы ағылшын тілінің пробный тесттерін талқылайтын боламыз. Тесттерді талдаймыз және де түсіндіріп өтемін неге олай. Егер де осыған ұқсас сұрақтар келген кезде өздеріңіз тест тапсырып жатқан кезде таба алатындай боласыздар. Егер де видео қызық болса, сіздерге қажетті болса, соңына дейін қарап, лайк басып, керекті адамдарыңызға жіберіп отырыңыздар. Так, ең бірінші сұрағымыз бізде. This letter isn't for, it's for дейді. Мына жерде бізге есімдік қажет. Маған, саған, оған деген сияқты, иә. Енді қараймыз. Бірінші сұрақ. Your деген, сенің деген, me деген, маған деген. Бірақ бізде мына сенің деген келмейді, иә. Так, екінші сұраққа қараймыз. Her деген оның деген, яғни бізге келмейді, иә. Me деген маған деген, you деген саған деген, иә. Ал соңғы нұсқаны бір қарай салайық. Us деген бізді деген, және де they деген олар деген. Енді қарап тұрсаңыздар, бізге тек C варианты ғана келеді. This letter isn't for me. Мына хат маған емес, is for you. Бұл саған. Енді сіздерге бұл ережеде маған, саған, оған деген есімдіктерді жатқа білу қажет. Так, ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақта the correct order in the sentence is correct order дегеніміз мына жердегі сөйлемнің дұрыс реті бойынша жазылған қайсы сөйлем дұрыс дейді бізге. Так, біріншісі, in the afternoon tomorrow, Frank is having a check-up. Бұл жерде бізге мына екі сөз дұрыс емес. Tomorrow afternoon болу керек негізі заң бойынша, ереже бойынша. Так, екінші, Frank is having afternoon a check-up tomorrow. Мына жерде де сөйлем дұрыс емес, өйткені afternoon бір жақта, tomorrow бір жақта, екеуі tomorrow деген ертең деген, afternoon деген түсте деген. Бізге ертең, түсте деген бірінен кейін бірі жалғасып тұру керек, иә? Енді келесі, Frank is having a check-up tomorrow afternoon. Мынау енді біздің дұрыс вариантымыз осы. Өйткені бізде tomorrow ертең, afternoon түсте. Ертең түсте Франк тексерістен өтеді, тексерілуге барады деген мағынаны білдіреді. Сонымен бізде C варианты дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. Меруерт this letter today дейді. Меруерт, кешіріңіздер, 3 letter today. 3 хат жазды бүгін, иә? Егер де ол бүгін жазып бітірсе, иә, іс-әрекет белгілі бір уақытта созылып, және де оның нәтижесін көрсетіп тұрса, біз ол жағдайда present perfect қолданамыз. Present perfect'тің ережесі have, has қосылған етістіктің үшінші формасы. Бізде енді қарап тұрсаңыздар, бұл жерде have жоқ, бірақ has бар. Және де етістіктің үшінші формасы read'тің write деген сөздің үшінші формасы болып табылады. Сонымен бізде Меруерт has written 3 letters today. Меруерт бүгін 3 хат жазып бітірді деген мағынаны білдіреді. Келесі сұраққа өтейік. Cranes for lifting heavy weights. Cranes дегеніміз кәдімгі кран. Кран не үшін? Кран ауыр заттарды көтеру үшін дейді мына жерде, иә? Яғни ауыр заттарды көтеру үшін қолданылады деген бізге ереже керек. Енді қараңыздар, біріншісіне is used. Used деген қолданылу деген. Мына жерде біз is дегенді қолдана алмаймыз, өйткені is жекеше түрде жүреді. Ал бізде cranes, крандар соңында s жалғанып тұр. Сонымен бірінші A варианты дұрыс емес. Екінші B вариантына қарайық. Cranes are used. Мына вариант енді сәйкес келеді. Өйткені are деген көпше түрге қолданылады, және де used деген қолданылады деген мағынаны көп білдіреді. Ереже бойынша осындай are used деген формула дұрыс. Келесі варианттарды қарап өтейік. Are being used деген грамматикалық жағынан дұрыс емес. Be used дегенде грамматика тұрғысынан дұрыс емес болып саналады. Сонымен бізде B варианты дұрыс. Келесі сұраққа өтейік.
Келесі сұрақта school children in our country wear uniforms. School children мектептегі оқушылар, біздің мемлекеттегі мектептегі оқушылар арнайы форманы киюге міндетті деген, я? Негізі бізде Қазақстанда міндетті. May деген мүмкін деген, might дегенде мүмкін деген, can деген істей алады деген. Have to деген міндетті деген. Енді өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, я, қай варианты дұрыс екені. Әрине have to. Мектеп оқушылары, біздің мемлекетте мектеп оқушылары арнайы форма киюге міндетті. Значит, яғни have to деген сөз міндетті деген мағынаны білдіреді. Келесі сұраққа өтейік. Келесі сұрақта he has lost his keys. That's why he has the door without the key. Ол өзінің кілтін жоғалтып алды. Сондықтан да ол есікті кілтсіз ашты. Немесе ашу керек болды. Я? Енді мына жерде бірінші сөз opened, ашты деген. To open, ашу деген, бірақ осы шақта тұр, я? Opening деген ing жалғанған, яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекет дегенді көрсетеді. Және де соңғысы opens осы шақта тұр. Енді қарап отырсаңыздар, бізде мына жерде has деген сөз тұр. He has. Жаңа мен алдыңғы сұрақта сіздерге көрсеткенмін. Мұны have to деген сөз міндетті дегенді көрсетеді. Және де біз үшінші формада he, she, it деп айтқан кезде осы have біздің has болып өзгереді. Енді қараңыздар, has тұр, қасында не жетіспейді? To жетіспейді, е? Яғни бізде уже бірден түсінеміз. Has to open. Ашу керек болды. Өйткені ода кілт жоқ болғандықтан амал жоқ. Кілтсіз ашуға оған тура келді. He has lost his keys. Ол өзінің кілтін жоғалтып алды, сондықтан да оған есікті кілтсіз ашуға тура келді. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұраққа. Would you mind the front door? Front door деген алдыңғы есік. Алдыңғы есікті мына жерде байқап тұрғандарыңыздай close, жабу дейді. Would you mind деген қарсы емессің ба? Алдыңғы есікті жауып жіберуге қарсы емессің ба дейді. Бізде арнайы ереже бар негізі. Would you mind, don't mind деген сияқты сөздерден кейін етістік келсе, мысалға мынандай жабу, ашу деген сияқты етістік келсе, ол етістікке міндетті түрде ing жалғанады. Тек қана ing жалғанады. To жалғанбайды, тек қана ing жалғанады. Яғни қарап тұрсаңыздар, бұл жерде бізде ing жалғанған тек C варианты. Would you mind closing the front door? Есікті жабуға қарсы емессің ба деген мағынаны білдіреді. Енді сіздер білесіздер, я? Would you mind немесе don't mind деген сөздерден кейін етістік келсе, сіздер ол етістікке міндетті түрде ing жалғайсыздар. Бүгінге осы, біз бүгін 7 сұрақты талдадық. Сіздерге пайдасы тиді деген үміттемін. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесіде жолыққанша сау болыңыздар.